Сіздермен бірге Ләззат Әділбек қызы және қазақша лайық тұрақты айдарам. Бүгін сіздермен танысу тақырыбында айтатын боламыз. Здравствуйте, с вами Ләззат Әділбековна и рубрика «Қазақша лайық». Сегодня мы с вами будем говорить о теме знакомства. Танысу үшін бізге келесі сөздер қажет. Для знакомства нам нужны определенные слова. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Сен – это ты, сенің – твой, твоя, твое, атың – имя. Сенің атың кім? Как тебя зовут? И отвечаем на данный вопрос менің атым Ләззат. Меня зовут Ләззат. Мен – это я, менің – мой, моя, мое, ат – это имя. Менің атым, и говорите свое имя. Менің атым Ләззат. Ал енді әңгімелесушінің жасын білейік. Теперь попробуем узнать возраст нашего собеседника. Сенің жасың нешеде? Сколько тебе лет? Как мы уже упомянули, сенің, твой, твоя, твое, жасың возраст, нешеде, сколько. И в итоге получается сенің жасың нешеде? Сколько тебе лет? Бұл сұраққа былай жауап береміз. Отвечаем на этот вопрос. Мен 23 жастамын. Мне 23 года. Мен – это я. 23 жастамын – это возраст. Мен 23 жастамын. Әңгімелесушімен жақынырақ танысайық. Познакомимся с собеседником поближе. Сен кім болып жұмыс істейсің? Кем ты работаешь? Сен, ты, кім, кем, жұмыс істейсің, работаешь. Сен кім болып жұмыс істейсің? Кем ты работаешь? И отвечаем на этот вопрос. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Я работаю учителем. Мен, я, мұғалім, учитель, жұмыс істеймін, работаю. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Я работаю учителем. А как мы завершим наше знакомство? Танысқаныма қуаныштымын. Рада знакомству. Танысқаныма знакомству. Қуаныштымын. Рада. Танысқаныма қуаныштымын. Рада знакомству. Өте жақсы. Бүгінгі біздің қазақша лайк айдары аяқталды. Келесі кездескенше Ләззат Әділбек қызымен бірге қазақша сөйле.